Сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар, біздің бүгінгі музыкалық саяхатымыз денсаулық, зор байлық деп аталады. Денсаулық, зор байлық деген сөзді қалай түсінесіңдер? Денсаулығың жақсы болу үшін не істеу керек? Біріншіден, спортпен шұғылдану керек. Екіншіден, тазалық сақтау керек. Үшіншіден, музыкалық саяхатымыздың тамаша бір сәті бұл жаңа әнді тыңдап, айтып үйрену. Міне қазір осы сәт. Композитор Күнсайын Қуатбаев. Моншақтар. Жаңбыр жаумай тоқтай тұр, дабылыңды соқпай тұр, саяғыңды түгендеп, үйіріңді топтай тұр. Үйге жетіп алайын, терезеден қарайын, моншағыңды бір-бірлеп, сонда отырып санайын. Ән салмас бұрын дауыс шаттығын айтып, тамағымызды қыздырып алған абзал. До, ре, ми, фа, соль, ла, си, до, си, ла, соль, фа, ми, ре, до, га, до, мажор. Жаңбыр жаумай тоқтай тұр, дабылыңды соқпай тұр, саяғыңды түгендеп, үйіріңді топтай тұр. Үйге жетіп алайын, терезеден қарайын, моншағыңды бір-бірлеп, сонда отырып санайын. Балалар, музыкалық саяхатымыздағы тамаша кезеңнің бірі бұл күй тыңдау сәті. Дәулеткерей Абылғатұлының күйі «Көктем қызығы».
Алдағы сабақтарымызға сәттілік тілей отырып, мен сендермен осы көңілді әуенмен қоштасамын. Сау болыңдар балалар.